Білек сүйектері бізде екі сүйектен тұрады. Кәріжілік сүйегі, радиус және шынтақ сүйегі ульнадан тұрады. Бас бармақ жағында бізде радиус және кәріжілік орналасқан, ал мына 5-ші саусақ бар ғой, сол жақта бізде шынтақ жілікті орналасқанын бақылауға болады. Бізде шынтақ жілік сүйегі, шынтақ жілікті бізде ульна деп атаймыз латынша. Оның құрылысына келетін болсақ, мынау тұрған бірінші өсінді бізде шынтақ жілікті өсінді, немесе олекранон деп атаймыз. Ал мынау тұрған бізде кранидиоз, процессус кранидиоз, немесе тәждік өсінді деп атаймыз. Ал мынау тұрған бізде шығыршықтық тілік, тілікті көріп тұрға, бұл бізде процессус трохилиарис деп атаймыз. Бұлардың тоқпан жілікпен байланысуда рөлі зор, оны алдыңғы сабақта айтып өткенбіз. Мысалы, олекранондық өсіндімен тоқпан жіліктің олекранондық шұңқыры байланысады, ал шығыршықтық тілігімен тоқпан жіліктің шығыршығы байланысады. Сөйтіп, бұл жерде артикуляция кубитий немесе шынтақ буынын құрайды. Сонымен қатар бізде шынтақ жіліктің екі бетін ажыратамыз. Алдыңғы және артыңғы беттерін патис антериор және постериор, және жиектерін медиал латерал жиектерін ажыратамыз. Шынтақ жіліктің ерекшелігі оның басы төменгі жағына орналасқан. Мінекей басы болып келеді. Мынау денесі. Осы басында тоже өсінді бар. Бізде біз тәрізді өсінді орналасқан. Мынау бізде біз тәрізді өсінді. Ал мынау тұрған бізде буындық айналма. Мынау тұрған буындық айналма арқылы ол жаңағы немен байланысады, кәріжілікпен байланысады. Сөйтіп кәріжілікпен буын құрайды. Одан кейінгі жілік бізде кәріжілік. Кәріжіліктің мінекей біз басына жатамыз. Жоғарғы проксималды бөлігінде бізде бас орналасқан дөңгелек. Осы бас арқылы тоқпан жіліктің айдашығының басымен байланысып буын құрайды. Одан кейін денесі алдыңғы артыңғы беттерін құрайды. Және де одан кейін бізде бұл кәріжілікте бұдырмақ орналасқан. Осы бұдырмағында екі басты бұлшықеттер бар ғой, бицепс, мускулус бицепс, сол орналасқан. Және де сонымен қатар бізде кәріжіліктің дисталды бөлігінде мынау бізде біз тәрізді өсіндісі, ал мына жерде бізде инсисура радиалис деген орналасқан. Осы инсисура радиалис пен жаңа шынтақ жіліктің буындық айналмасы екеуі бірігіп, шынтақ жілік пен кәріжілік осы арқылы ғана біріге алады. Осылай. Одан кейінгі бізде білезік сүйектері. Және қол басы сүйектері, және алақан, және саусақ сүйектерін айтуға болады. Мысалға бізде мынау білек сүйектері. Білекте бізде 4-4-ден 8 сүйек орналасқан дейді. Және сонымен қатар саусақтарда бізде 14 сүйек орналасқан. Ал алақанда бізде 5 сүйектер орналасады. Осы жерде маңызды буындардың бірі, мына бас бармақта бізде ер тоқым тәрізді буын орналасқан.